Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге кореялық Чудо деп аталатын фильмді айтып беремін. Оқиға мүлдем бір-біріне ұқсамайтын Суми және Рина есімді егіздер туралы. Суми өте ұялшақ және көп уақытын өз бөлмесінде жалғыз өткізгенді ұнатады. Ол артық салмағына байланысты өзіне қатты сенімсіз. Хобби ретінде ол өз түрін көрсетпей әлеуметтік желілерде ән айтады. Осы жылдар арасында оның көптеген жанкүйерлері жиналады, бірақ ешкім оның түрін көрмеген еді. Жанкүйерлері оның түріне байланысты өте әдемі қыз шығар деген комментарийлар қалдырады. Ал Суми болса өз түрін көрсетсе жанкүйерлерінен айырылып қалатынын жақсы білетін еді. Оған қарама-қарсы егізі Рина әрбір жас қыздың арманындағыдай өмір сүреді. Ол өте танымал таңғажайып қыздар деп аталатын топтың мүшесі. Бірақ ол әдемілігімен қанша танымал болғанмен мүлде ән айтып білмейді. Топтағы басқа қыздар оны мүлдем ұнатпайды, өйткені ол өте дөрекі әрі мақтаншақ еді. Бір күні менеджерлері оларға Ринаның өте танымал әнші Хесенмен бірге ән айтуға шақырылғанын хабарлайды. Басқа қыздардың бұған көңіл күйі түсіп кетеді, өйткені олар Ринаға қарағанда жақсы өлең айтатын еді. Сол күні кешкісін журналистер Ринаның отбасынан сұхбат алуға келеді. Рина егізінің сырт келбетінен ұялып, одан бөлмеден шықпауын сұрайды. Ол журналистердің бауырыңыз бар ма деген сұрағына үлкен әпкем шет елде оқиды деп жауап береді. Суми өз егізін өте дөрекі мінезі үшін жек көруші еді. Қыздар егіз болғанына қарамастан бір-бірімен мүлдем сырласып сөйлеспейді, керісінше үнемі ұрсып жүреді. Сумидің өміріндегі ең қиын бөліктерінің бірі мектеп еді. Сол үшін де қыз бітіру уақытына дейін қалған күндерді санап жүреді. Сонымен қатар ол бұзақылар тобындағы Госок есімді жігітті қатты ұнататын. Өткен жылы дәл осы уақыттарда Суми Госокқа сезімін білдіру үшін сыйлық сатып алады. Бірақ бұзақылар тобы қызды ұстап алып, қатын бүкіл сыныптың көзінше оқиды. Суми барлығына мазақ болған ол күнді әлі ұмыталар емес, бірақ Госокқа деген сезімі өзгермейді. Ал басқа жақта Рина танымал әнші Хесонмен жарнамалық ролик түсіруге келеді. Хесон Ринадан өткен тәкаппар еді, және де ол жұмысын емес өзін ойлап қалған болатын. Қыздың сырт келбетімен ғана танымал екенін білетін жігіт онымен дөрекі сөйлеседі. Рина режиссердің айтқанының барлығын жасайды, бірақ жігіт мұны ақмақтық деп санап кетіп қалады. Жігіт болмағандықтан Ринаны да жарнамалық роликтен алып тастайды, қыз үйіне жылап қайтады. Бұл уақытта Суми аулада өзінің итімен ойнап отырады. Қыздың назары басқа жаққа ауған сәтте ит далаға қашып кетеді. Суми күні бойы итін іздеп кешкісін жерде жатқан кәрі әйелді көріп қалады. Қыз әйелді арқасына көтеріп алып үйіне дейін жеткізіп тастайды. Қыздың мейірімділігіне таңғалған әйел оны үйге кіргізіп балгер екенін айтады. Қызға карта таңда деп айтқан кезде қыз өте сирек кездесетін картаны таңдайды. Әйелдің айтуынша бұл карта кез келген тілекті орындайды. Суми өз ішінен егізімен орын алмасып қалуды тілегенімен, әйелге ешқашан салмақ қоспауды қалайтынын айтады. Әйел Сумиға кетпестен алдын бір алқа сыйлайды. Үйге қайтып келе жатқан кезде Суми аяқ астынан есінен танып қалады. Бұл уақытта дайындық жасап жатқан Рина да есін жоғалтады. Егіздер ауруханада естерін жияды. Таңқаларлығы аналары оларды әртүрлі атпен атайды. Бір-біріне таңқалып қараған олар денелерінің алмасып кеткенін көріп қорқып кетеді. Олар көшеге шығып өз денелеріне қайта оралу үшін бастарынан таспен ұра бастайды. Бірақ бұл ешқандай нәтиже алып келмейді. Басқа жолдарын қарастырып отқан сәтте Суми мойнында тұрған алқаға көзі түсіп кетіп балшыны есіне түсіреді. Қыз өз ішінен егізімен орын алмасып қалуды тілегенін айтады. Тез арада әйелдің үйіне жеткен қыздар әйелдің демалысқа кеткенін бір айдан кейін оралатынын біледі. Бұл олар үшін өте жаман жаңалық еді. Енді екеуіне өздері жек көретін адамның денесінде бір ай өмір сүруге тура келеді. Әрі қарай өмір сүру үшін олар бір-біріне нелерді жасауға болмайтынын түсіндіреді. Рина Сумиға адамдармен дөрекі болып аз тамақ жеп жаттығулардың барлығын қалдырмай орындауды тапсырады. Бірақ Ринаға өз әпкесіне ұқсап өмір сүру үшін үндемей жүруі жеткілікті еді. Келесі күні олар бір-бірінің киімдерін киіп телефондарымен ауысады. Рина мектепке өз денесінде болса ешқашан жемейтін тәттіні жеп барады. Ол ештеңені уайымдамай мұны өміріндегі бір айлық демалыс деп санайды. Бірақ оның алдынан бұзақылар тобы шығып Госок қыздың қолындағы коробканы тартып алады. Госок қызды өзін жақсы көретіндігі үшін мазақ етеді. Рина олардың сазайын бергісі келеді, бірақ Суми ешқашан бұлай жасамайтынын түсініп үндемейді.
Бұл уақытта Суми концертке соңғы дайындықтарды жасау үшін студияға келеді. Ол топтағы ең танымал қыз болғандықтан оған ең әдемі киім беріледі. Бірақ ол сахнаға шыққан кезде қобалжып биді шатастырып жібереді. Хэсон қыздың биді де билей алмайтынын көріп мазақ етеді. Соңында оларға жанды дыбыста бірге ән айту керек еді. Суми уайымдап қатты ұялады. Ол мойнындағы алқасын қолына қысып келесі жолы жақсы өнер көрсетуді сұрайды. Келесі шыққанда қыз ештеңені ұмытпай барлығын дұрыс орындап шығады. Бірақ топтың басты әншісі тікелей эфирде әннің сөздерін ұмытып қалады. Суми оған көмектесу үшін әнді жалғастырып даусымен барлығын таңғалдырады. Хэсон оның шынында да жақсы ән айтатынын көріп таңданады. Жаттығудан кейін қыз абайсызда жігіттің құшағына құлап кетеді. Суми егізі Ринаға қарағанда өте мейірімді болатын. Ол жігіт өнер көрсетіп жатқан сәтте сырттай таңданып тұрады. Үйде Рина Сумидің жақсы ән айтқанын көріп шынданып отырады. Өйткені ол өз денесіне оралған сәтте жанкүйерлері одан осындай дауысты күтетін болады. Суми келесі жолы жаман қылып айтамын деп уәде береді. Бірақ Хэсон қызға бірге дуэт айтайық деп жазады. Рина жігіттің бұрын қалай дөрекі болғанын есіне түсіріп Сумидан барынша өнерін көрсетуді сұрайды. Мектепте Рина егізінің күнделігін тауып алып оқиды. Осы арқылы қыз егізінің күніге бұзақылардың кесірінен қандай қиындықтардан өтетінін біледі. Келесі жолы ол олардың сазайын бермекші болады. Бұзақылардың бірі қызға қол көтермек болғанда Рина оны тоқтатып барлығын таңғалдырады. Косок оны қорламақ болып алға шыққанда қыз оны ұсқынсыз деп атайды. Ол қыздың аяқ асты өзгергеніне таң қалады. Сонымен қатар бұл оған ұнайтын еді. Бұл уақытта жаттығу жасап жатқан Сумиға Хэсон төбеге шығуын сұрап хат жазады. Жігіт қыздан жарнама барысында өте қатты дөрекі болғаны үшін кешірім сұрайды. Сонымен қатар олар талғамдары ұқсас болғандықтан дуэт болып қандай ән орындайтынын талқылайды. Соңында Хэсон қызды құшақтап кездесуге шақырады. Келесі сахнада олар студияда таңдаған әндерін айтып көреді. Осылайша олар бір-біріне жақындай түседі. Кешкісін егіздер бүгінгі күндері туралы сөйлеспек болады. Бүгін олар бір-біріне ұнамайтын заттар жасағандықтан бір-біріне өтірік айтады. Рина барлығының орнына келу үшін әлі 15 күн күту керек екенін ойлап мұңаяды. Бірақ Суми Хэсонды ұната бастағандықтан өз денесіне қайта оралғысы келмейді. Ұйықтар алдында ол алқасын ұстап палшының ешқашан оралмауын тілейді. Келесі күннен ол Хэсон мен қыз бен жігіт болып кездесе бастайды. Қыз әдемі денесінде сүйіктісімен барынша көп уақыт өткізгісі келеді. Рина егізінің күнделігін оқу барысында оның көптеген байқауларға қатысқанын біледі. Режиссерларға оның даусы ұнағанымен сырт келбетін көріп барлығы қайтарып жіберуші еді. Осылайша Рина түрлері әдемі емес қыздардың қалай қиналатынын түсінеді. Оны мазақ қылатын сыныптастары үзілісте оның әніне би билейді. Мұны көрген Рина күледі. Сыныптасы қолыңнан келсе өзің билеп көр деген кезде ол барлығынан жақсы билеп таңғалдырады. Келесі күні Суми Хэсонның компьютерін қарап отырып жігіттің оның әндерін тыңдайтынын біледі. Осылайша қызда өз денесіне оралғанда оған ұнауы мүмкін деген үміт пайда болады. Дәл осы уақытта Рина Сумидің каналын қарап отырады. Ол абайсызда тікелей эфирді қосып жіберіп өзінің түрін көрсетіп қояды. Мұны көрген жанкүйерлері қыздың түрін мазақ етіп каналынан шығып кетеді. Түнде Суми алқасын ұстап барлық адамның тікелей эфир туралы ұмытып кетуін тілейді. Келесі күні тікелей эфир жоқ болып кетеді және ешкім ол туралы есіне алмайды. Сонымен қатар Рина да тікелей эфирге кіргенін есіне түсіре алмайды. Осылайша Суми алқаның осы уақытқа дейінгі барлық тілектерді орындап келгенін түсінеді. Осылайша қыз күні бойы алқаның күшін тексеріп көреді. Сонымен қатар қыз алқа әрбір тілекті орындаған сәтте жақындарының бірі зардап шегетінін біледі. Мысалы, ол қалаған тамағын сұраған сәтте Хэсонның жаңа әніне плагиат деп айып тағылады. Келесі күні Хэсон студияға көңіл күйі түсіп келеді. Қыз оның қасына барып олар дуэттік әндерін жазып аяқтайды. Келесі сахнада біз оларға берілген 30 күннің аяқталғанын білеміз. Егіздер палшының үйіне келеді, бірақ палшы әлі демалыстан оралмаған еді. Суми бұл білместен ол оның ешқашан оралмауын сұрағаннан деп ойлайды. Қыз тағы бір рет тілек тілеп әйелдің тез арада оралуын сұрайды. Бұл тілектің кесірінен оның Хэсонмен кездесетіндігі туралы жаңалық жарыққа шығады. Рина бұл жаңалықты естіп қатты ашуланады. Олар көлік тұрағында бір-бірімен төбелесіп қалады. Хэсонға оларды айыруға тура келеді және де ол Ринаны жерге итеріп жіберіп алыстыруын айтады. Мұны көрген Суми оның тек қана әдемі қыздарды жақсы көретінін түсінеді.
Келесі күні Суми тағы да Палшының үйіне келеді және де қызынан оның ауырып қайтыс болғанын естиді. Қызы оған барлығының өз орнына қайту үшін алқаны қатты қысып ұстап шын жүректен тілеу керек дейді. Егер қыздардың бірі мұны шын жүректен қаламайтын болса, тілек орындалмайды. Мұны естіген Рина қатты қуанып кетсе де, егізі мұңаймау үшін оған ештеңе білдірмейді. Рина өз денесінде болған кезде Хесонның оны жек көргенін, ал қазір болса ол Сумидің сырт келбетіне емес болмысына ғашық екенін айтады. Осыдан кейін қыздар Палшы айтқандай шын жүректен тілек тілейді, бірақ ештеңе өзгермейді. Келесі күні Суми мен Рина жұмыс үшін студияның алдында кездеспек болады. Рина машинаның астына түсіп кете жаздайды, бірақ Суми егізін құтқарып қалады. Қыздар тағы да ауруханада оянады және де өз денелеріне қайта оралған болады. Оларға жауапты дәрігер Палшыға өте қатты ұқсайды. Ол Суми үлкен болғандықтан сіңілісіне қамқор екенін айтады. Ол Ринаны апаттан құтқарып өз қызметін орындағандықтан олар өз денелеріне қайта оралады. Келесі сахнада Рина Хесонға олар туралы өсектің кесірінен танымалдылығы түспеу үшін айырылысқысы келетінін айтады. Бірақ шын мәнінде ол әпкесінің ғашығымен кездескісі келмейтін еді. Ал басқа жақтан болса, бұзақы жігіт Косок Сумидан кешірім сұрап оның өзіне ұнайтынын айтады. Бірақ Суми Хесонды ұнататын болғандықтан жігітті кері қайтарады. Бірнеше апта өткеннен кейін Хесон тыңдалым ұйымдастырады. Рина Сумиға киім алып келіп, оны тыңдалымға баруға көндіреді. Суми Хесонды тағы бір рет көру үшін тыңдалымға баруға шешім қабылдайды. Ол Хесон екеуі бірге орындаған әнді айтып барлығын таңғалдырады. Соңғы сахнада бізге Хесон мен Сумидің бірге ән айтып жатқандарын көрсетеді. Осымен фильм аяқталады. Достар, бұл фильмнен өздеріңізге керекті ойды алдыңыздар деген үміттемін. Бауырларыңыз қандай болса да, оларды жақсы көріп, үнемі көңіл бөлуді ұмытпаңыздар. Өйткені ешкім сізге өз бауырыңыздан жақын бола алмайды. Ал ендеше бұл видеоны да әдеттегідей 1-ден 10-ға дейін бағалап, фильм туралы ойларыңызды комментарийда қалдырып кетіңіздер. Сонымен қатар бізге қолдау білдіру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.